Есіл ауданының Николаевка ауылында Қазпошта мекемесінің ауылдық бөлімшесі ашылды. Жергілікті кәсіпкерлердің көмегімен пошта қызметінің ғимараты қайта қалпына келді. 1000 шарымға тарта тұрғыны бар елді мекенге осындай бөлімше қажет. Мына ғимаратқа бұрын жергілікті кәсіпкер Қайрат Есімсейітов иелік еткен еді. Кейін ол тұрғындар қажеттілігі үшін күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп, нысанды Қазпошта филиалына берді. Президентіміз айтып отыр, мынау жеке кәсіпкерлер осындай елге, халыққа қызмет көрсету керек. Ауыл тұрғындары осы ғимаратқа өзім ойлаймын, рахметін айтып отыр деп, халқымыздың рахметі сол бізге жеткілікті. Бөлімше 1000 жарым тұрғынға қызмет көрсетеді, соның 300-ге жуығы зейнеткерлер. Мұнда 2 пошташы облыс орталығынан жеткізілген газет-журналдарды таратып, басқа да ағымдағы қызмет түрлерімен айналысады. Ең бастысы, тұрғындар ғимараттың адам танымастай өзгеріп, заман талабына сай қызмет көрсетіліп жатқанына қуанышты. Біздің бүгін ауылда үлкен ғимарат ашылып жатыр, почтамыз бәрімізге ыңғайлы, свет телефонымызды, жалақымызды осында кеп аламыз. Пошта ғимаратына арнайы терминал қойылған. Жүйенің автоматты түрге көшуі төлемдердің діттеген жеріне тез жетуіне мүмкіндік береді. Сондай-ақ пластикалық карточкалар арқылы да тұтынушыларға қызмет түрлері ұсынылады. Баян Қалиева, Айгүл Исқақова, Екатерина Белоусова, Дулат Мусафиров, ақпарат.